Сәлем менің оқырмандарым. Сіздерге өте қызықты ұсақ моториканы дамытуға арналған қызықты ойындармен, лайфхак идеялармен бөлісейін деп тұрмын. Суретте көріп тұрғандарыңыздай өте қызықты жаңағы ойын түрлері. Яғни барлық үйде кішкентай баласы бар үйде ермексаз табылуы мүмкін, және де үйдегі ас бөлмесіндегі макарондар, соларды таяқшаларға қою арқылы, губкаларға осылай тіреуіш қылып жасап балалардың жалпы ұсақ моторикасын дамытуға болады. Бұл жерде ұсақ моториканың дамытудың бізде тек ұсақ моториканы ғана дамытуға емес, жалпы бұны дамытудың негізі бұл ойындарды ойнауда есте сақтауын, назарын, сонымен қатар сөйлеу тілінің дамуына көмектеседі. Сонымен қатар ұсақ моториканы жақсы жұмыс дамыту бұл болашақта мектепке баратын кезде жазуда, яғни үлкен көмегі бар. Сондықтан да осындай қызықты ойындарды өте жиі жасатып, балалармен әрі қызықты өтеді, әрі көп нәрсені біледі. Бұл жерге тек қана жаңағы есте сақтау дегенмен қосаға, және мына көріп тұрсыздар ғой, түрлі түсті қағаздармен жасалған. Сондықтан ол жерде сонымен қатар түстерді де үйренеді, санап та үйренеді. Жалпы осындай ойындарды жиі жасатып, бірге жасап беріп, жасап қайталап отырыңыздар. Сіздерге сәттілік.